Теміртауда халықтың құқықтық сауаттылығын арттыруға және азаматтарға тегін заңгерлік көмек көрсетуге бағытталған республикалық халық заңгері акциясы өтті. Науқан теміртаулықтарға заңдарды жақынырақ тануға мүмкіндік береді. Бүгін қалалық әкімдік бастамасымен өткен шарада прокуратура, ішкі істер қызметкерлері, құқық қорғау құрылымдары, сондай-ақ әкімдік өкілдері, заңгерлер мен нотариустар бас қосты. Құрметті Теміртау қаласының тұрғындары, акцияның мақсаты халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру, әр азамат өз құқықтарын біліп, оларды қорғай алатын жағдай жасау. Біз тұрғындардың кез келген сұрағына жауап беруге дайынбыз. Әр адам өз құқығын білсе, қоғамымыз әділ әрі заңға бағынатын болады деп сенеміз. Мұндай кездесулер еліміздің барлық өңірлерінде өткізіледі. Тұрғындар өздерін толғандырған сұрақтарын қойып, тұрмыстық дау-дамайлардан бастап күрделі құқықтық мәселелерге дейін кеңес ала алады. Қала тұрғыны мен немесе басқа бір азаматтардың көп уақытта шешілмей жатқан мәселелер бойынша заңды жүзде осы жерде ауызша немесе жазбаша түрде қабылдап, нақты түйініне келіп, қорытынды шешімге нақтылған қоғамдық жұмыстар. Бұл акция мемлекет тарапынан бас прокуратураның орындауымен жылына 90 сайын бір рет болып тұрады. Бұл жоба негізі нақты түйінді керегенде көп азаматтарға оңды мәселесіне болады. Әрқашанда негізі мемлекет тарапында қызметкерлер халық ашық болып қой. Сол ашықтың белгісінде осындай ұйымдарға жиналып, барлық түйінді мәселелерді осы жерде шешуге болатын болса, әрқашанда істеп отырмыз. Науқан барысында қатысушылар тұрғын үй, отбасылық, еңбек және азаматтық сипаттағы кез келген сұрақтар бойынша жауап тапты. Мамандар өтініш жасауға көмектесіп, заң нормаларын түсіндіріп, азаматтарды тиісті салалық мекемелерге бағыттады. Бүгінгі халық заңгері акциясының арқасында мен прокуратура қызметкерлерінен кеңес алдым. Әр адамның жеке заңгер жалдауға мүмкіндігі бола бермейді. Сондықтан мұндай акцияларды жиі өткізіп тұрса жақсы болар еді деп ойлаймын. Өзім жиі кезікпесем де, бір мәселем бойынша көмек алдым. Мен тұрғын үй коммуналдық қызметтер бойынша үй алу кезегіне тұруға, сонымен қатар танысымның қамқорлық органдары сұрағы мәселесімен келдім. Маған қажетті құжаттар тізімі мен бұрын білмеген ақпаратты заңгерлер түсіндіріп берді. Көрсетілген қызмет өте сауатты болды. Маған бәрі ұнады. Осындай шаралар жиі өткізілсе екен деймін. Жалпы толығымен риза болып қайттым. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай акциялар халықтың құқықтық мәдениетін арттырумен қатар азаматтардың мемлекеттік органдарға деген сенімін де нығайтады. Жахангир Қуанышбаев, Алихан Батен, Теміртау жаңалықтары.